ауылда Ханталапайдың засы болайын дептім. Соған достармен бірге қатысайын дептім. Жарайсың балам. Ата-бата беріңіз. Жүрген жерін жаз болсын, айдынына қаз қонсын. Ұйқын күлкін аз болсын, мерейін мақтанып, ел жұртын мәз болсын. Әумин. Тыңдаңыздар, Ханталапай ойынан жарыс басталғалы жатыр. Балалар, дайынсыздар ма? Отыра қойыңыздар. Балалар, мен қазір сендерге Ханталапасын көмбеге шашқалы жатырмын. Бұның ішінде бір ерекше асығымыз бар. Ол хан асығы деп аталады балалар. Кәнеке балалар, алапай, басталды ойын. Ханталапай! Балалар, кәнеке, кімде неше асық түсті? Санай қойайықшы. 1, 2, 3, 5. Бізде хан асығымыз кімге түсті балалар? Бауыржанға түсті балалар. Кәнеке, асығымыздан бір сақа асығымызды таңдап алайымыз. Қалған асығымызды көмбеге келіп тігейік балалар. Бауыржан келе ғой ортамызға. Көздейміз, асығымызды отырамыз, асығымызды атамыз. Жарайсын. Екінші. Келе ғой бізде Алихан. Балалар, көздейміз, асығымызды атамыз. Балалар, бүгінгі біздің Ханталапай ойынында көп ұпай жинаған Алихан батырымызға, кәнеке балалар, қолымыз шапалақтаймыз. Алихан батырымыз бүгін жеңіске жетті. Жарайсыңдар балалар. Кеттік достар, біздің үйімізге барып қымыз қайтайық. Алжым жүр балалар, Бауыржан үйіне барып қымыз ішіп қайтайық. Рахмет балалар сіздер.